Тағы да кеш жарық, құрметті партнерлар. Менің есімім Нұрмағамбетова Кенжегүл. Бүгінгі вебинардың тақырыбы команда жинау неге маңызды, адамдарды қайдан іздейміз, таныс емес адамдарды қалай шақырамыз. Өйткені кейбір адамдар айтады, сұрақтар қояды, мен неге адам шақыруым керек, сонда мен осында келдім, адам шақыру керекпін ба деп сондай сұрақтар қояды. Сондай адамдар болады, тіркеледі, заказ жасайды, сосын мысалы өзінің зарплатасын сұрайды. Адам шақырмайды. Қазір мен сіздерге түсіндіремін, команда не үшін бізге маңызды. Егер видеода дауысы да болмаса, онда шығып қайтадан кіріп көріңіз. Так, устав бойынша компанияның ережесін айтып кетейін қысқаша. Бізде біреудің атынан тіркелуге болмайды. Яғни адам, мысалы, кейде собеседование кезінде адам сізбен жұмыс жасағысы келеді, бірақ басқа командаға тіркелдім дейді сізге, заказ жасамадым дейді. Бірақ ол адам пока терминацияға кеткенше сіз оны қайтадан тіркеуге болмайды. Мысалы, кейбір адамдар бастайды, мен мамамды тіркейінші, сізбен жұмыс жасағым келіп тұр, мамам тіркеп соның атынан жұмыс жасашы деген болмайды. Біреудің атынан тіркелуге болмайды. Ата-анаңызды, жолдасыңызды, балаларыңызды тек бірінші линияға тіркейсіз. Бірінші линия деген бұл дәл өзіңіздің астына. Басқа командадан адамдарды шақырмаймыз. Компанияда тіркеліп тұрған консультанттарды қайта тіркемейміз. Жаңағы мен түсіндіргендей. Жаңа консультанттарды тіркеген кезде аты жөнін дұрыстап, мұқият қарап, дұрыстап жазыңыз. Так. Енді вебинардың алдында өзінің жақсы көретін 5 өнімді айтып кетейін. Негізі барлық өнімдерді жақсы көрем, бірақ сондай әрбір вебинарда осында жақсы көретін өнімдермен бөлісеміз. Мен өзім компанияға тіркелгеннен бері wellness-ті қолданамын, өзіме, балаларыма wellness-ті аламын. Өзім осында коктейльдерді жақсы көрем. Бізде коктейльдің 3 түрі бар. Ванильный, шоколадный, клубничный вкус. Осы 3 түрінде мен ішіп көрдім. Постоянно кезекпен кезек алып отырамын. Маған барлығы да 3 түрі ұнайды. Мен обычно бір стақанға жарты стакан сүт, жарты стакан су құйып, сосын үлкен қасықпен 1 қасық немесе 1,5 қасық осы коктейльді қосып, жақсылап араластыру керек, жақсылап. Сосын ішемін. Кейде 1 жарты банан қосамын, сонда тіпті дәмді болады. Ең бірінші рет неткен кезде, қолданған кезде кейбір адамдар ұнамай қалады. Маған да ең бірінші онша ұнаған жоқ, бірақ қазір өте жақсы көремін. Сосын мындай суп бізде бар. Маған мынау томатпен екеуінде ішіп көрдім. Маған әсіресе томат пен базилик ұнайды. Ең бірінші ішкенде мен кішкене зелень қостым, укроп пен петрушка. Кішкене дәміне үйренгенше, сосын қазір міне прям қатты ұнайды, 2 порциядан ішіп аламын. Кішкене неге әлі басталмай жатыр дейді? Менің даусым естіліп тұр ма? Слайдын көрініп тұр ма? Вебинар басталды. Почему уже? Жақсы. Егер көрінбесе, онда қайтадан шығып, қайтадан кіріңіз. Мен осындай кішкене салмақ қостым, характердан кейін кішкене гормондарым нетіп, кішкене салмақ қостым. Қазір салмағым сұратырмын, осында коктейльді ішемін, таңертең тұрғанда ішемін, сосын жарты сағаттан кейін завтрак ішемін. Ужинға осындай суп ішемін. Содан кейін, мысалы, қарным ашпайды. Кейде, мысалы, допоздна отырғанда 3-4-ге дейін бұрын печенье мен шай ішіп беретінмін. Қазір ондай тяга жоқ тәттіге. Қарным ашса, коктейль ішемін, немесе осы супты ішіп аламын. Сосын осындай аппарат для чистки лица бар менде. Прям күшті ұнайды маған. Өзінің 3 насадкасы бар. Мынандай массажный насадкасы бар. Таңертең және кешке қолданамын. Мына жерде мен барлығында жазып қойдым, нешінші бет, қанша тұрады, қанша бонус балл сіздерге береді. Звук есть? У меня звук нормально показывает, что есть звук. Дауыс шығып тұр ма?
Міне мынау аппарат негізі 22.500 теңге тұрады. Бірақ мен оны 50% скидкамен алдым. Мысалы, егер сіз барлықтарыңыз білу керексіз. Егер екі қатардан 150 балдан жасап, ары қарай 150 балл жасасаңыз, онда сіз әр каталог сайын бір скидкасыз тұрған затты 50% скидкамен аласыз. 50% еще соның үстіне сіздің 20% қосылады. Міне мынау аппаратты мен 22.500 теңге тұратынды 9.000 теңгеге алдым. Күшті емес па, зато сізде постоянно уже болады. Сосын осындай духи маған өте қатты ұнайды. Мен өзім духиларды былай прям бәрін жақсы көре қоймаймын. Білмеймін неге екенін, уже неше түрлі духиларды сеуіп көрдім, бірақ менде сразу басым айналады. Сосын өзім жаманлап сезінемін. Көп духиларды көрдім. Бұрын мен французский домнан алатынмын, осы Орифлеймға кірмес бұрын бұл. 30-40 мың духидің алам, сосын бір жыл қолданамын, өйткені басқа духилар маған етпейтін, жақпайтын. Бірақ осы духиді көргеннен кейін, осы духиді мен компания бьюти вечеринка өткізген кезде, сонда осы духи болатын. Сонда сеуіп көрдім, маған өте қатты ұнады. Сепкенде прям сосын жүргенде уже иіс білінбей тұрады. Басым ауырмайды, прям сондай күшті маған ұнайды. Және де помпасы өте ыңғайлы. Знаете, такой слишком приторный емес, цветочный, водяной и фруктовый ма, сондай приторный емес, легкий, сондай легкий духи. Осы каталогта 40% скидкамен 134 бетінде коды жазылып тұр. Бағасы всего лишь 5450 теңге, 22 бонус балл береді. Сосын осында органайзер скидка болғанда алғанмын, маған прям те қатты ұнайды. Бір жаққа жолға шыққанда да осыны алып барамын, ішіне көп нәрсе сыяды. Осы каталогқа жасы скидкамен тұр 4590 теңге, және де осыдан еще 20% скидкаңыз болады. 42-ші бетте 9 бонус балл береді. Не кисточкаларды қойып қоятын жерлер бар. Сосын екі жағында бір кішкентай кармашықтар бар. Ол кармашқа мен обычно пробник духиларды салып қоямын. Так, міне бұл менің жақсы көретін өнімдері. Ал енді тақырып бойынша жүреміз. Біздің жобаның негізі бұл 3 кит дейміз. Жеке тауар айналым құру, үйрену және де рекрутировать, яғни команда жинау. Осы 3 нәрсені қатар жасау керек. Егер табысқа шыққыңыз келсе. Енді компания бізге айтып кетейін, не үшін төлейтін? Компания бізге тауар айналым үшін төлейді. Бұл объемная скидка, яғни аламыз. Егер сіз өзіңіз жалғыз адам шақырмай, тек өзіңізге ғана алатын болсаңыз, онда сіз тек өзіңіздің тауар айналымынан табыс көресіз. Мысалы, 3% болсаңыз, шамамен 2630 теңгедей табасыз. Енді үлкен доход алу үшін команда керек. Мысалы, сіз өзіңіз жалғыз тауар айналым жасасаңыз, бұл аз доход. Егер командамен бірге жасасаңыз, онда тауар айналым көбірек болады, доходыңыз да көбірек болады. Мысалы, мына жерде сіз 12% тұрсыз, бірінші рет 18% тұрсыз, 12, бірінші веткаңыз 9%, екінші веткаңыз 6%. Сіз екі веткадан да объемный скидка аласыз. Бұның барлығы менің каналымда бар, жалақы қалай есептелінеді деген вебинарда. Сонда барлығын мен прям подробно түсіндіріп айтқанмын. Енді команда не үшін қажет, не қараңыздар. Сіз өзіңіз жалғыз соншама затты өзіңізге ай сайын, каталог сайын ала алмайсыз. Мысалы, жарайды, 1000 теңгеге аласыз, 10.000 теңгеге аласыз, бірақ 100.000 теңгеге ала аласыз ба каталог сайын? Ол кішкене уже қиындау болады. 1 миллион теңгеге сіз по-любому ала алмайсыз. Негізі, так, егер сатсаңыз, мысалы, кейбір адамдар продажаға кетіп қалады. Яғни, әрине ол жақсы, каталогпен егер сіз жасасаңыз, сонда мысалы, өзіңіздің тауар айналымды сіз басқа біреудің ақшасымен жасай аласыз. То чужими деньгами дейміз ғой. Мысалы, ақшаңыз болмаса, онда
сөйтіп заказ жинай бастасаңыз, сонда 20% табыс көресіз. Немедленная прибыль, дереу табыс болады. Мысалы, каталогтың бағасымен сатып, жаңағы разницаңыз сіздің қалтаңызда болады. Бірақ кейбір адамдар соған беріліп кетеді, мысалы, сол ұнайтын доход, бірақ сонда да продажамен айналысаңыз, сіз көп ақша таба алмайсыз. Жарайды, мысалы, сіз 10 мыңға сатасыз, 50 мыңға, жарайды 100 мыңға, иә, күнімен ол жүру керек, онда көше аралап, каталогты көрсетіп, бірақ 1 миллион теңгеге, мысалы, сіз продажамен жасай алмайсыз. Ал директордың тауар айналымы шамамен сол 1 миллионнан жоғары болады. Біз бұл жерде самый простой метод бұл потребительдер сеттерін құру, яғни тұтынушылар сетін құру керек. Өзіңіз сияқты күнде қолданылатын Oriflame продукциясын қолданатын сонда адамдарды іздеп, сол адамдарда өзіне керектігін ала отырып, сөйтіп сізде командалық тауар айналымы құрылады. Сол үшін команда керек. Бізден қараңдар, объемный скидкадан бөлек, яғни командалық тауар айналымы бөлек, бізде директорский бонустар бар. Мысалы, бірінші уровеньнан сіз директорский бонус аласыз 5%, екінші уровеньда тек қана, мысалы, мұнда қараңыздар, жоғарғы жақта ветка өсіресіз, группа өсіресіз, я сіз бриллиантовый директор болады. Сол әрбір директорский группада сіз директорский бонус алып отырасыз, каталог саған, бұл қаншама ақша. Кейбір компанияларда, мысалы, сол жаңағы өсірген группаларды бонус алу үшін олар қайтадан бір жаңадан оларда ПГ болу керек. ПГ деген ол директорға шықпаған группа, яғни пожизненно оларға рекрутирование жасау керек. Ал Oriflame компаниясында сіз бір рет, мысалы, директорский группа өсірсеңіз, содан уже процент алып отырасыз. Сонымен қатар астынан да директорлар шыққанда, директорский группалар, олардан да процент алып отырасыз. Золотой бонус, сапфировый бонус, бриллиантовый бонус, глубинада өскен сайын сіз бонустар алып отырасыз. Және де ширина бойынша өскенде сіз директорский бонус алып отырасыз. Сол үшін команда өте маңызды. Егер үлкен табыс тапқыңыз келсе, міне мұнда лестница успеха қараңыздар. Егер 3% болғанда жалақыңыз 2700 теңгеден басса, сосын ол өсе береді. Жаңағы мен айтқандай 6 группа өсіріп, мысалы, бриллиантовый директор қараңыз. 6 группа директорский, яғни 6 адамға директор болуға көмектесеңіз, сіздің жалақыңыз 800 мыңнан және де 1 миллионнан жоғары болады. Бұл енді және сіздің тауар айналымға байланысты, және 6 мың доллар премия аласыз. Міне, осындай керемет карьерна лестница қараңызда қаншама ақша. Бұл барлық карьерна лестницада төленетін премия 2 миллион 167 мың 500 доллар құрайды. Теңге емес, доллар. Міне, қараңыздар, қаншама ақша, табыстан бөлек қаншама премиялар. Әрине, арғарай өскіңіз келеді. Я мұнда ақшаны көргенде арғарай өскіңіз келеді. Енді қараңыздар, адамдарды қайдан табамыз? Кейбіреулер мысалы келіп, сосын қорқа бастайды. Я мен адамды қайдан іздеймін, қалай шақырамын, қорқаңыздар. Сізде спонсор бар, сізде вышестоящий спонсорлар бар, олар үйретеді. Командамен бірге жинайсыз. Команданы осылай бір-бірін астына тіркейміз. Бұл бір команданы сіз өзіңіз жалғыз, мысалы, барлық адамдарды өзіңіз жалғыз іздемейсіз. Спонсор көмегімен, және де сіз алып келген, спонсор алып келген адамдар да адам шақырады. Солардың барлығы сіздің командаңыз болады. Мына жерде, егер сіздің астыңыздағы адам да екінші, үшінші ветка ашса, сіз олардан да процент алып отырасыз. Өйткені бұл сіздің командаңыз. Барлық адамдар, сіздің астыңыздағы тұрған адамдар, олар сіздің командаңыз. Сіз сол командамен танысып, барлығымен бірге жұмыс жасауды үйрену керексіз. Өйткені сіз олардан процент алып отырасыз, олардан доход алып отырасыз. Міне, сіздің ұсыңыз бұл, сіздің жарнамаңыз.
адамдарға яғни дисконт ашамыз, оңай тапсырыстарды қалай жасау керектігін үйретесіздер, барлық акциялармен таныстырасыз. Әрбір адам өзіне қажетті өнімдерді алып отырады, компания өзі жеткізеді, тауар айналым құрылады. Яғни интернет-дүкеннің тұтынушылардың санын көбейтеміз. Барлық жауапкершілік бұл жерде компанияда, өнім шығару, жеткізу, логистика, сайттың жұмысы, бухгалтерия, бұлардың барлығы да компанияның жауапкершілігі. Менің даусым естіліп тұр ма? Айнұр, мне писали здесь, что слышно. Меня слышно, да? Егер бір адам естіліп тұр десе, онда, значит, менің даусым естіліп тұр. Я. Шығып қайтадан кіріп көрініс. Менде барлық жақсы көрсетіп тұр. Енді адамдарды қайдан іздейміз? Адамдарды іздеу теплый круг бар, холодный круг бар. Енді бізде қолданылатын бұл терминдер деп айтсақ болады. Теплый круг бұл сіздің айналадағы адамдар. Сізді танитын және де сіз танитын адамдар. Яғни бұл туыстарыңыз. Туыстарыңыз тек өзінің ғана туыстарыңыз емес, например, сестраңыз бар, күйеуге шыққан, соның қайын жұрты бар, солардың да туыстары бар. Яғни теплый круг ол ешқашан бітпейді. Таныстарыңыз бар, бұл класстастар, колледжда, университетте бірге оқығандар, достарыңыз, подругаларыңыз, коллегалар, бұрынғы жұмыста бірге жасаған, қазіргі кезде бірге жасап жатқан, көршілеріңіз, мектепке, балабақшаға баратын балалар болса, онда сол жерде де ата-аналар көп. Сосын холодный круг деген бұл таныс емес адамдар. Адамдарды іздеу тәсілі. Енді теплый круг туралы әуелі айтып кетейін. Бұл 100 контакт жазу. Телефон білмесеңізде, есімін білмесеңізде, бір параққа, А4 параққа 100 контактын жазу керек. Ол не үшін? Например, если бір көрші сізді таниды, сіз оны танисыз, күнде амандасасыз, бірақ оның телефонын білмейсіз, және де есімін білмейсіз, онда жазып қойыңыз, осындай квартирадан көрші, немесе магазиндағы продавец, есімін білмейсіз, телефон білмейсіз, бірақ жазып қойыңыз, осындай магазиннің сатушысы. Неге? Өйткені сіз солай жазғанда сол адамды өзіне тартасыз уже. Притягиваем дейміз ғой, вселенную, сол адамды өзіне тартасыз. Сосын өзіңізді көресіз, солай жазып қойсаңыз, ол адамдар сізге өздері мысалы сөйлеседі, сол сөйлесу кезінде уже сіз оған ұсына аласыз. Метод рекомендации деген несі бар, метод бар, және чат на троих, групповой чат без удочки деген. Қазір мен түсіндіріп өтемін. Метод рекомендации деген спонсорға немесе директорға созвонға шығару, созвонға немесе WhatsApp-тағы собеседованияға шығару. Удочкамен бар, және де удочкасыз бар. Удочка деген не? Яғни ол адамға алдын ала айтып қою. Бірақ арифлейм деп сразу бірден айтпаңыз, және де новичоктарға айтып қойыңыз, өзің таныстарға барма, мен қазір саған түсіндіремін, қалай таныстарды шақыру керек деп. Өйткені новичок келгенде ол бірден таныстарға барады да, уже барлығын білдіріп тастайды. Ол адамдар келесі рет уже сізге собеседованияға мысалы келмейді. Өйткені алдын ала дұрыстап беру керек ақпаратты. СМС жазасыз, өзіңізде мысалы телефондағы контактілер бар ғой, WhatsApp арқылы жазасыз ба, немесе кейбір адамдар WhatsApp жоқ, бірақ Одноклассникта отырады, немесе Facebook, ВК-да, Instagramда отырады. Любой мессенджерға жазасыз, СМС жазасыз, немесе звондайсыз, звондаған кезде бірден ұсыныс айтпайсыз, қай жағдайын білесіз, яғни сдалека бастаймыз дейді ғой, яғни алыстан бастау керек. Қай жағдайын білесіз, сосын барып сөйлесесіз, кішкене әңгімелесесіз, сосын барып ұсыныс жасайсыз. Міне бұл мысал ретінде. Сәлем Алия, қалың қалай? Менің бір танысым бар. Обязательно танысын деп айтсын. Сізді ол бір рет көрмесе де, бірақ танысын деп айтсын. Өйткені ол адамға уже кішкене доверие болады. Қазір интернет жобада жұмыс жасап жүр. Үйде отырып, немесе ол үйде отырмаса, онда өзінің негізі жұмыспен бірге жасап, жақсы табыс тауып отыр. Заңды ресми түрде еш салымсыз сөзіне ыңғайлы уақытта жасайды. Жақында мен де оған қосылдым. Саған да қосымша ақша артық емес шығар деп
Өйткені қазіргі кезде, конечно, например, бәріне ақша керек, иә, ақша керек емес деген адамдар болмайды. Саған да қосымша ақша артық емес шығар. Қаласан сенің номеріңді берейін, саған түсіндіріп береді. Мен жақында ғана бастағандықтан саған дұрыстап жеткізе алмаймын. 15-20 минут уақытыңды бөле аласың ба? Сосын осыны қараңыздар, бұл жерде Oriflame туралы ештеңе айтылмаған. Ол туралы уже спонсорыңыз немесе директорыңыз түсіндіріп береді. Сосын барып спонсорыңыз немесе директорыңыз звондап, уже ары қарай собеседование өткізеді. Солай күніне спонсорыңызға немесе директорыңызға 10 контактыдан беріп отырыңыз. Ол адамдарда, мысалы, бір-екеу даже тіркелсе, ол жақсы болады. Сосын удочкасыз деген, мысалы, спонсорыңызға күнде 10 контакт бересіз, жаңағы сообщение жазбайсыз 10 адамға. Бірден спонсорыңызға 10 номерді бересіз. Бірақ ол адам, жаңағы сіз 10 адамды бердіңіз ғой, сол 10 адам сізді тану керек. Өйткені кейбір осындай новичоктар бар, бір номерді береді, бірақ мысалы сен сол номерге звондасаң, олар мысалы сені танымайды. Может быть, бір-ақ рет сіз кездескен шығарсыз, сосын барып берген шығарсыз. Поэтому ол адамдар сізді тану керек. Сосын, мысалы, мен звондаймын. Сәлеметсіз бе, мен есімім Кенжу, сіздің номеріңізді маған Алия берген еді. Қызықты общительный адам деп, мен сіз сияқты адамдарды іздеп жүрмін. Қызықты ақпаратым бар еді. Қазір 15 минут уақытыңызды бөле аласыз ба? Жақсы, Алия екеуміз қазір, мына жерде айту керек, Алия екеуміз қазір қарқынды дамып келе жатқан Қазақстанда бірінші орында тұрған интернет жобада жұмыс жасаймыз. Сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта интернет арқылы жұмыс жасап, жақсы табыс аласыз. Күн сайын бізге көп адамдар қосылып жатыр. Лохотрон емес, ақша салудың керегі жоқ. Ары қарай уже біздің жұмысымыз жөнінде уже түсіндіресіз. Егер қарсылық уже білдіріп жатса, онда бұлай айтасыз. Мысалы, жоқ, керек емес, мен ондайға жұмыс жасамаймын деп айтса, онда сіз айтасыз, кешіріңіз, бірақ статистика үшін маған керек еді. Себебін айтсаңыз, сосын барып ол адам уже өзінің себебін айтады. Мысалы, уақытым жоқ, немесе мен ондайға сенбеймін, істей алмайтын сияқтымын десе, уже ары қарай сіз қарсылықпен жұмыс жасайсыз. Яғни возраженияға отработка жасайсыз. Метод рекомендация деген, сосын чат на троих деген бар. Чат на троих деген телефондағы немесе соцсеттегі таныс туыстарға жазасыз тағы да. Жаңағыдай жазасыз. Сәлем, қалың қалай, менің бір танысым қазіргі жобада жұмыс жасап жүр, үйде отырып, жақсы табыс тауып отыр. Заңды ресметтерде еш саламсыз өзінен ыңғайлы уақыт жасайды. Жақында мен де қосылдым, саған да қосымша ақша артық емес шығар. Қаласан сен нөміріңді берейін, саған түсіндіріп береді. Мен жақында ғана бастағандықтан саған дұрыстап жеткізе алмаймын. 15 минут 20 минут уақытыңды бөле аласың ба, чатқа қоссайын, үшеуміз ғана боламыз деп ескертеді. Сосын чат ашып, бір чат ашасыз, жаңағы группа сияқты, спонсорыңызды және жаңағы кандидатты қосасыз. Сонда сол чатта үшеуміз ғана боласыз. Өзіңіз, спонсор немесе директорыңыз және де жаңағы танысыңыз. Чатқа қосқаннан кейін сол чатқа өзіңіз жазасыз. Алия, ұялма, бұл чатта үшеуміз ғанамыз. Қазір менің танысым Кенжегүл, обязательно айтыңыз танысым. Директор, шестящий спонсор дегенге он не обязательно, потому что ол адам түсінбейді, ол не қандай звание, не ол шестящий спонсор деген. Просто қазір менің танысым Кенжегүл ақпаратпен бөліседі. Ол кісінің жеткен жетістіктері бар, табыс тауып отыр. Ұялмай сұрақтарды қоя аласың. Сосын ақпарат берген кезде өзіңіз де кішкене қосылып сөйлеңіз сол жерде, үндемей отырмай. Ақпарат бергеннен кейін ол адам тіркеледі немесе ойланады. Сөйтіп, собеседованиядан кейін оны шығарып, келесі адамды қосасыз. Сөйтіп, мысалы, күніне 3-4 рет жасауға болады. Бірақ алдын ала директорымен немесе спонсормен ақылдасып қойыңыздар. Мүмкін ато сіз чат ашып, жаңағы адамды қосып, сосын барып директорге айтсаңыз, мүмкін оның қазір қолы бос емес шығар.
Желательно сразу адам қосқаннан кейін сразу собеседование жүргізген жақсы болар еді. Ақпарат бергеннен кейін өзіңіз жазасыз. Ал Әлия, қалай саған, не ойлайсың, бұл жұмыс жөнінде не ойлайсың, қандай мнениең бар, ұялма деп кішкене тартасыз өзіңізге. Так, ары қарай, метод рекомендаций. Метод рекомендаций енді групповой чат удочкасыз. Удочкасыз деген, яғни ол адамдарға алдын ала айтпайсыз, ештеңе айтпайсыз. Бірақ ол адамдарда сізді тануы керек. Мысалы, бір чат ашасыз, жаңағыдай группа. Ол группаға адамдарға ескермей 30-дан 50-ге дейін мысалы адамды қосасыз. Сосын барып спонсорды қосасыз, ол чатқа мысалы жазасыз. Барлықтарыңызға кеш жарық, сіздер мені танисыздар, осылай қосқаныма кешірім сұраймын. Сіздерді танығандықтан қызықты ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Менің бір танысым қазір интернет жобада жұмыс жасап жүр, үйде отырып, жақсы табыс тауып отыр. Заңды ресми түрде еш салымсыз өзінен ыңғайлы уақытта жасайды. Жақында мен де қосылдым, сіздерге де қосымша ақша артық емес шығар. Ол танысым осы чатта Кенжегүл қазір сіздермен ақпаратпен бөліседі. Өтініш, негативсіз, 15-20 уақыт бөлсеңіздер. Так, осы адамдарға түсіндіргеннен кейін бірден шығармаңыз. Келесі мысалы 30-50 адамға уже бөлек чат ашасыз. Өйткені барлығы мысалы бір чатқа 100 адам қосаңыз, ол слишком көп болып кетеді. Мүмкін сіздер қазір 200 контакт шығарды да, лучше бөліп, мысалы 4 чатқа қосқаныңыз дұрыс. Өзіңізде ол чатта үндемей отырмаңыз. Егер мысалы командаңызда жұмыс жасап жатқан 2-3 адамды қосып жіберуге болады жаңағы чатқа, олар мысалы удочка тастайды. Жаңағы 2-3 адаммен ақылдасып қоясыңыз. Давай мен де сендерді қосамын, бірақ сендер тоже тіркелмеген адамдар сияқты болып отырасыздар, бірақ удочка тастайсыз. Мысалы жаңағы 2-3 адам, оларда мысалы біреу айтады, ой, мен де отырмын, байқап көрсем ба екен деп. Келесі айтады, мысалы, инстаграмда отырамын постоянно, мен де тіркелсем сіз көмектесесіз ба деген сияқты олар удочка тастайды. Сонда жаңағы 30-50 адам жаңағы удочкаларды көреді, ой, мына адамдар қызығып екен деп, олар да кішкене активность етеді. Кішкене қозғала бастайды, сұрақтар қояды, мүмкін олар тіркелгісі келеді. Сосын бірнеше адам бірден дайын болыңыздар, оған мысалы өзіңіздің көңіліңізге алмаңыз. Кейде мысалы сразу қосқаннан кейін бірнеше адам мысалы бірден шығып кетеді. Бірнеше адам мысалы ақпарат беріп жатқанда ортасында шығып кетеді. Бірнеше адам болған соң уже шығып кетеді үндемей. Оған уайымдамаңыз. Кейде мысалы адамдар негатив жазады, оған да қарамаңыз. Бұл статистиканы орындау керек. Ондай адамдар барлық жерде кездеседі. Кейбір адамдар шықпайды, бірақ үндемей отыра береді. Ол адамдарға личкаларына шығып сұраңыз. Осы ұсыныс бойынша мнениең қандай? Мүмкін қорқасың, баса мнение бар шығар, қандай мнение бар? Әлде жасап көргің келе ме деп сұраңыздар. Ол чатқа күнде, егер сонда ол адамдар үндемей отыра берсе, ол чатқа мысалы күнде можно бір мотивацион ролик, немесе бір директорлардың зарплата жіберіп тұруға болады, яғни мотивация беріп. Так, қарай. Адамдарды іздеу әдістері. Холодный круг, енді холодный круг, теплый круг туралы айтып кеттік, яғни метод рекомендаций, чат на троих, және де групповой чат, және де без удочки деген бар, удочкасы деген бар. Кейбір адамдар мысалы болады, номерін береді, бірақ айтады, мен берді деп айтпа. Ол кішкене қиындау болады бізге звондауға, поэтому желательно ол адам білсін, кім номерін берді. Потому что сразу бірде негатив басталады. Енді холодный кругта жұмыс жасау, тегін және де ақылы әдістер бар. Тегін әдістер бұл Instagram, ВК, Facebook, Одноклассники, OLX, маркет, тағы да басқа бесплатные доски объявлениялар, сосын визиткалар, листовкалар.
Ақылы әдістер бұл жарнама, промо, таргет, блогерларда реклама беру, взаимный пиар, гифтар, конкурстар. Сосын бьюти-вечеринкалар, бьюти-сессия, мастер-класс, wellness-клуб, презентация. Тегін және ақылы әдістер. Тегін әдістер жаңағы мен айтқанда соцсеттер және де бесплатное доски объявления. Бірақ бұл әдіспен жұмыс жасау үшін күнде статистиканы орындау керек, күнде система бойынша жұмыс жасау керек. Подписка жасау, лайк басу, комментарий қалдыру, директіге смс жазу, жарнама беру. Мысалы бесплатный OLX-та, маркет, авиата деген бар, сол жерде жарнама беруге болады, интернет жұмыс деп. Адаммен танысып визитка беру, яғни визитка жасап қойыңыз. Мысалы бір далада жүргенде немесе бір мероприятияларға барғанда адамдармен танысасың, сонда визиткаларыңыз қалталарында жүрсін. Визитка бересіз. Листовкалар тарату, бірақ листовкалар тарату бұл негізі кішкене былай дұрыс жасамайды бұл метод, өйткені адамдар қазір листовкалар берсең сразу лақтырып тастайды да. Осы бұл жөнінде жаңағы соцсеттерде жұмыс қалай жасау керек, қанша подписка, қанша смс жазу керек, бұның барлығы отдельный бөлек сабақтар бар, бөлек вебинарлар, бөлек видео сабақтар бар. Қандай ақылы әдістері бар? Бұл яғни ақылы жарнама беру. Блогер және өзінің парақшасында жарнама, промо, таргет деген бұл ақылы жарнама. Бұл кішкене қымбаттау тұрады, бірақ жақсы жұмыс жасайды. Блогерларда реклама беру, яғни мысалы бір блогерларды тауып аласың, не обязательно там мысалы Баян Мақсат қыз, оларда мысалы реклама өте қымбат тұрады. Жаңадан шығып жатқан блогерлар қазір көп. Не сонда блогерларды тауып аласыз, соған мысалы сұрайсыз жарнамасы қанша тұрады. Олар өздерінің парақшасында пост шығарып, және де өзінің статусына қойып қояды сізді, сол сізді жарнамалайды. Бір-үш күндей тұрады солардың парақшаларында. Потому что блогер таңдаған кезде қарайсыздар, қанша подписчиктар бар. Сосын фотоларды обязательно қараңыз, посттардың астында комментарий жазамы адамдар. Мысалы, если сол блогердің парақшасына кіріп постты қарасаңыз, егер там 30-40 комментарий болса, ол сізге жарамайды. Көп комментарий болу керек. Көп комментарий болса, значит, ол блогерді адамдар жақсы көреді, адамдар қарайды, оқиды. Поэтому сізге жарнама берсе, онда сізге әрине адамдар сіздің парақшаңызға өтіп қарайды. Өйткені олар блогерлерге сенеді. Сіз блогерді және де взаимный пиар деген болады. Взаимный пиар деген жаңағыдай блогерді тауып аласыз. Егер сіздің парақшаңызда да активно жақсы болса, подписчиктарыңыз көп болса, онда сол взаимный пиар жасауға болады. Егер сізде жаңадан ашылған парақша немесе бір 2-3 мың подписчиктарыңыз болса, онда сізге, конечно, бұған ешкім келіспейді. Взаимный пиар деген, яғни жаңағы блогер сізді жарнамалайды, а сіз өзіңіздің парақшаңызда жаңағы блогерді жарнамалайсыз. Сосын әртүрлі платный гифтар болады, сол гифтарға қатысуға болады, гифтарға қатысып подписчиктарды жинап аласыз. Мысалы, вручную подписчиктарды өте қиын жинауға, гифтарға қатысып, мысалы, 3-5 күнде 10 мың подписчик жинап алуға болады. Гифтар деген, бұл жаңағы сіз спонсор боласыз, мысалы 10 теңге ма, 15 теңге ма, теңге емес, мың. Яғни, не обязательно жаңағы, егер ақшаңыз болса, не обязательно бір 30-70 мың теңгеге қатысуға. Кішкентай гифтар болады, где-то 15 мың теңге тұрады, 10 мың теңге тұрады, сонда гифтар тауып аласыз, спонсор болып кіресіз, сізде подписчик жиналады. Сосын әртүрлі конкурстарды ұйымдастыруға болады. Егер сізде подписчиктер көп жиналса, онда уже сіз мысалы өзіңіз де конкурстар ұйымдастыра аласыз. Мысалы, біздің айтылым продукциясын қоюға болады конкурсқа, мысалы подписчиктердің арасында ойнатуға болады.
Бұны де бұл темалар бойынша да бөлек вебинарлар болады. Бьюти вечеринкалар, бьюти сессия, мастер-класс, веб-клуб, презентация дегенне. Кейде мысалы, особенно декретте отырған мамочкалар, немесе жұмыс жасамай, даже жұмыс жасап жатқандарда, олар мысалы сонда однообразный өмірден шаршайды. Мысалы, постоянно үй жұмыс деп шаршап кетеді, жалығып кетеді. Немесе үйде отыратында әйел адамдар тоже шаршайды. Не сонда адамдар осындай нелерге келісе яғни бьюти вечеринкалар мысалы сіздермен бірге кафеде жиналып, немесе бір үйде жиналып, продукциямен танысасыздар, шай ішіп әңгімелесесіздер. Сондай неформальный. Мысалы, егер командаңызда бір-екі адамыңыз болса, сіздің қалаңыздан, сол қыздармен бірге мысалы жиналып, давай сен мысалы тіркелмеген 3-4 подружка алып кел, сен 2 подружка алып кел, сөйтіп мысалы 7-6 адам болып жиналасыздар, уже бьюти вечеринка жасауға болады. Зато ол адамдарда, тіркелмеген адамдар да сондай неформальный обстановкада жаңағы продукциямен танысады, сіздермен танысады, мүмкін қызығушылық оянады. Бьюти сессия, мастер-класс деген бұл 5-6 адамға мысалы шақырып, тіркелмеген адамдарды шақырып, оларға бетке қалай күтім жасау керек екендігін көрсетесіз. Өйткені көп адамдар, особенно декретте отырғандар, олар бет күтіміне қалай күтім жасау керек екендігін білмейді. Оның маңыздылығын түсіндіресіз, ол неге маңызды, Навыч сериясымен таныстырасыз. Бұл мастер-классы самолыш сол жаңағы Навыч сериясын жасауға. Барлығы таза, жақсылап ұйымдастырылған болу керек. Барлығын до мелочи ұйымдастыру керек, егер мастер-класс жасасаңыз. Skin Expert деген приложение бар, сонымен қолдануға болады. Skin Expert деген приложение, мысалы, жаңағы адамдар мастер-класстан өтеді ғой, мастер-класс өтеді, бетке жағып, өздері Навыч сериясымен танысады. Сөйтіп, жаңағы Skin Expert деген приложение бар, сол приложениемен, мысалы, жаңағы бір адамға фотоға түсіріп, сосын настройка жасайсыз, и жаңағы адамға рекомендация береді, Навычтың қай сериясын қолдану керек екендігін. Сіз және бұл мастер-класста сіз сөйлеп қана қоймай, өзіңіз де отырып, өзіне жағып көрсетесіз. Олар сізді қайталайды. Wellness клуб деген болады. Wellness клуб, яғни wellnesспен таныстыру. Мысалы, wellness коктейльдерін жасап, фуршет жасап, wellnessті түсіндіресіз. Ол біздің денсаулығымызға қажет екенін жеткізу керек. Арықтауға болатынын айту, яғни адамдарға, мысалы, көп адамдар арықтағысы келеді, сонда түсіндіруге болады, арықтауға болатынын, отзывпен, нәтижелерімен бөлісу керек. Иногда можно, например, шаманыз келсе, можно врачты, диетологты шақырып, сол адам, мысалы, түсіндірсе. Ол адам, конечно, не обязательно сол адам, яғни витаминдер біздің денсаулығымызға неге маңызды екенін түсіндіріп береді. Алдын ала ақылдасып қоясыз, және де подписка жөнінде айтасыз. Мысалы, 3 каталог бойы сатып алса, 4-ші каталогта ол тегін келеді. Осыларды можно команданың, мысалы, бір менеджермен бірлесіп жасағанға. Барлығын бір кездесуге қоспаңыз. Мысалы, бір кездесу жасап, сразу жаңағы кездесуде wellness айтып, мастер-класс жасап, презентация айтып, ол адамға кішкене сонша ақпараты адам өзінен қабылдап алмайды. Егер, мысалы, бір встречада wellness жасасаңыз, уже ол адамға айтасыз, мысалы, келесі кездесуде бізде уже басқаша болады, келіңіз, қызықты болады. Ол адам уже қызығушылық болады. Ой, келесі встречада не болады екен деп. Уже келесі встречада можно, например, бьюти-сессия, жаңағы мастер-класс жасауға. Потом уже барып, мысалы, презентацияны түсіндіруге. Фотоларда көрсетілген примерно бұл бьюти-сессиялар. Мне мынау дөңгелек стол, осында жаңағы мен айтқандай бет күтіміне мастер-класс. Не, мысалы, 5 адам болса, осындай 5 айда барлығы таза болу керек, ватный диски, жаңағы крем, мицеллярная вода, жаңағы для
снятие макияжа барлығы тұру керек, барлығы әдемі, тап-таза болу керек. Мне мына жерде неформальный обстановкадан, мысалы кафеде бьюти-вечеринка, міне қыздар отыр, әңгімелесіп, мына жерде шай ішіп отыр, иә, ортасында продукция, каждый партнер, например, өзінің отзывпен бөліседі, өзінің нәтижесімен бөліседі. Не осындай встречалар бұл адамдарға өте қызықты. Осындай встречаларға жасасаңыз, адамдар келеді. Міне осымен болды. Келгеніңіз үшін назарларыңызға рахмет. Так, следующий. Осымен вебинар болды. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы тақырып бойынша